Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен қыс мезгілінде болатын аққаламын. Балалар, менің сендерге қоятын сұрақтарым бар еді. Сендер жауап беруге қалай қарайсыңдар? Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілінде неше ай бар? Оларды атаңдар. Қыс мезгілінде күн қандай болады балалар? Ендеше балалар, қазір сендер екі топқа бөліне қойыңдар. Ол үшін алларыңызда екі түстен тігілген қолғап пен мойын орағыш бар, соны таңдап ала қойыңдар. Ал балалар, қыста қандай ойындар бар, атап бере аласыңдар ма? Ендеше балалар, біздер бірінші шана ойынын ойнайық, ол үшін бірінші тапсырма орындап алайық. Алдарыңызда суреттер берілген, сол суреттер бойынша бір-екі сөйлем айтып берсеңдер. Жарайсыңдар балалар. Екінші ойын коньки тебу ойыны. Бұл ойынды да ойнамастан бұрын екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма: алларыңызда ертегі кейіпкерлерінің суреттері берілген. Сол кейіпкерлердің қай ертегіде кездесетінін атаңдар. Ой балалар, сендер қандай білімді және ақылды, биші балалар едіңдер. Кезекті үшінші ойынымыз шаңғы тебу. Шаңғы теппес бұрын, үшінші тапсырманы орындасақ. Үшінші тапсырма: қыс мезгіліне байланысты мақал мәтел айту. Ал ендеше балалар, сендерге қыс қызығы тақырыбы ұнады ма? Ендеше балалар, қыс мезгілінде күн салқын, қар жауады, аяз болады. Сонымен қатар қыста көптеген құралдар арқылы ойын ойнауға болатынын да білдіңдер. Ал енді балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Сендер ақылды да, зерек және ата-аналарының айтқанын тыңдап жақсы балалар болып өсіңдер. Сау болыңдар.